Адасқан ана. Адасқан ана өз қызын 12 жылдан кейін табуы. Бірінші бөлім. Авторы Айдана Істілеуова. Оқыған Ақерке Сманова. Достар, сіздерден аз ғана өтініш, менің каналыма тіркеліп қойыңыздаршы. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Ауылдың күнге күйген қара торы қызымын. Үйдің 3-ші қызы болдым. Алдымда 2 әпкем бар. Менен кейін бір ғана бауырым бар. Ол менен 2 жасқа кіші. Десе де тай-құлындай тебісіп өстік. Әкем қаталдау кісі болды. Өз қанынан жаралған бізді қыз болғанымыз үшін жек көретін еді. Тек үйде бауырым ғана еркетотай, өйткені ол ұл бала болғаны үшін жер көкке сыйғызбай еркелетеді. Ал біздер әкеміздің жылулығына зар болдық. Анам байғұс та енесіне жағынанмын деп ауру болды да қалды. Әр туған сайын күтім көрмей, туа сала белін байлап алып, даладағы егістікке жұмысқа кететін. Көктем келгеннен бастап, әкеміздің ескі жигулиіне мініп, бақшадағы жерді қазуға дайындаймыз. Әкемнің бұйрығымен кешке дейін анам, 2 әпкем және мен бақшадағы жұмыстарды кешке дейін қолымыздан келгенше істейміз. Анам мен әпкелерімнің қолдары тілім. Інім мен әкем жайлаудағы үйір жылқысына кетеді. Анау айтқандай жұпыны тұрмаймыз. Үйір жылқымыз, сиырымыз бар. Ауылдағы байлардың қатарына жатсақ та, жұрттар сияқты жарқырап, киім киіп, молшылықта өстім деп айта алмаймын. Анам таң атысымен 2 әпкем жанында 20 шақты сиыр сауады. Оның сүтін 2 әпкем баклажкаға құйып, қалаға қатынайтын автобусқа қаптап жібереді. Құрты тағы бар, өзінің адамдары бар. Қаладан күтіп алып, автобус иесінен ақшасын салып жібереді. Бақшадан кешкі 5-6 шамасында келіп, көбі шайқап, құрт жасап, түнгі 11-лерде сүйретіліп жүріп ұйықтайтынбыз. Сабақ деген нәрсеге жоқпыз. Әпкелеріммен көп аса ауыр жұмыс жасауға бейім болдық. Онан қалды, әжеміз де бізге тыным бермейді. Өзі үйдегі бар билікті қолына алған. Құдды біз анамызбен еріп келген жетім бала сияқтымыз. Жалғасы бар.